Сабағымыздың тақырыбы дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. Бүгінгі сабақта дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру жайлы білімдеріңізді толықтырасыздар. Ол үшін дискретті және аралық вариациялық қатарларды құрастыру үшін таңдаманы өңдейсіздер және вариациялық қатарлардың графикалық бейнесін тұрғызасыздар. Өткен сабақтарымызда математикалық статистика терминдерін біліп, дискретті және интервалды вариациялық қатарлар үшін таңдаманы өңдеуді үйрендіңіз. Олай болса, тест сұрақтарына жауап беріп көріңіздер. Бірінші сұрақ: қандай шамалар жиіліктер деп аталады? Екінші сұрақ: деректер қатарының модасы деген не? Келесі сұрақ: вариациялық қатар дегеніміз не? Төртінші сұрақ: ең үлкен және ең кіші вариацияның айырмасы қалай аталады? Және бесінші сұрақ: вариантлардың қандай мәндері әрбір интервалға қосылуы мүмкін? Ал енді дұрыс жауаптары бойынша өз-өзімізді тексерейік. Оқушылар, алдыңғы сабақта қарастырған мысалдарды жалғастырып көрейік. Бірінші мысалда 20 кәсіпорынның тарифтік разряды бойынша жұмысшыларды бөлудің дискретті вариациялық қатарын құрастырған болатынбыз. Ол үшін кем дегенде бір рет кездесетін тарифтік разрядтарды анықтап, сәйкесінше жиілігін көрсеттік. Үлестіру қатарларын олардың графикалық бейнесінің көмегімен талдау ыңғайлы. Дискретті қатар графикте сынық сызық таралу полигоны түрінде бейнеленеді. Оны тікбұрышты координата жүйесіне салу үшін абсцисса осі бойына координаталары бірдей масштабта түрленетін белгінің реттелген мәндері қойылады. Ал ордината осі бойында жиіліктерді көрсетуге арналған шкала салынады. Мысал бойынша, координаталық жүйенің абсцисса осінде тарифтік разряд жазылса, ал ордината осінде жұмысшылар саны кескінделген. Сәйкес нүктелерді қосу арқылы таралу полигоны салынды. Екінші мысалда, салымшылардың салым мөлшері арқылы интервалды вариациялық қатар құрастырдық. Ол үшін формуланы пайдаланып, интервалдар шамасын анықтап, салым мөлшерін аралықтарға бөлдік. Әрбір аралыққа тиісті салымшылар санын жаздық. Интервалды қатарларды көрнекі түрде гистограмма арқылы бейнелейді. Гистограмманы салған кезде абсцисса осіне интервалдар шамасын жазады. Ал жиіліктер ордината осіне белгіленіп, тиісті аралықтарда салынған
тік төртбұрыштармен ерекшеленеді. Мысалға, құрастырылған гистограмманың абсцисса осінде салым мөлшерінің интервалдарын, ал ордината осінде салымшылар санын көрсеттік. Қарастырылған есепте де екінші мысалдағы қадамдарды ескере отырып, интервалды вариациялық қатарды көрнекі түрде ұсындық. Оқушылар, бүгінгі сабақта дискретті және интервалды вариациялық қатарлар туралы біліп, оларды көрнекі түрде көрсетуді үйрендіңіздер. Осы үйренгендеріңізді төмендегі деңгейлік тапсырмаларды орындау арқылы өз білімдеріңізді сынап көріңіздер. Деңгейлік тапсырмаларды орындауда төменде жазылған дескрипторларды пайдаланыңыздар. А тобы бойынша берілген таңдалымның жиілік кестесі бойынша жиіліктер полигонын салыңыздар. Б тобы есебінде дискретті кездейсоқ шаманың басты жиынтығынан таңдалым алынған. Таңдалымның жиілік полигонын тұрғызыңыздар. С тобы есебінде құрылыс мекемесінде жұмыс істейтін кездейсоқ алынған 50 жұмысшының жалақыларын зерттеу төмендегідей нәтиже берген. Жиіліктің интервалдық кестесін жазып, гистограммасын тұрғызыңыздар. Сонымен қатар, тақырып жөнінде қосымша мәліметтерді алгебра және анализ бастамалары оқулығының 21-ші параграфынан алуларыңызға болады. Есептер шығаруда сәттілік тілейміз. Назарларыңызға рахмет.